Мына жақта тағы да біздің студия бір жандардың, білмеймін, бір жандарды жұптық күтіп тұрған сияқты ма деп қоям. Қалайсыздар, қайырлы күн, амансыздар ма, жағдайларыңыз қалай, қосылайықтың сүйікті де тұрақты көрермендері. Ана мен сөйлеткен жоқпын, бұның өзі үйде соқысы. Мен сөйлетіп қалай жеткен жоқпын. Сіз просто түсіп жатырсыз, да? Түсіріп жатқан. Алмат жақында сөз салатын сияқты, не деп айтасыз? Олай мүмкін емес па? Білмеймін енді. Қасыңыздан шықпай жүргеніне қарап айтып жатқанмын. Алмат бүгін Мариям әдем болып тұр ма? Әдем ғой, как всегда. Қайырлы кеш, ассалаумағалейкум достар. Бүгін сторисқа шықпадық. Бүгін кішкене үйде демалып, айтып бүйтіп. Әйелім екеуміз шопинг жасауға шықтық. Алда жаңа жыл келе жатыр деген сияқты. Сондай күшті болып жүргеніміз бар. Қалай жаңа жылдық настроение солай бір сезіліп тұр ма? Күшті прям. Қазір еще маған өзім қалаған бір сыйлықты аламыз. Соны алып береді. Иә. Көреміз. Сол. Бәріңізге сәтті күн болсын. Жаңа жылда жаңа табысқа жете берейік. Мен не істесем соны қайталайды шығаршы. Телефонымда алып фото түсіріп алсам, мына тура сол. Менде картинка. Менде де картинка. Бәрі сұлу шеттерінен неше түрлі жылтыраған көйлектерді киіп алыпты. Қалайсыз, Фортуна, көңіл-күйіңіз қалай? Барлықтарыңызға қайырлы күн. Көңіл-күйім өте тамаша. Бүгін жаңа жылды эфир барлығымыз құлпырға әдем болып тұр. Жаңа жылдан не күтесіз? Жаңа жылда махаббат күтемін. Сосын махаббат күтемін. Сосын байлық, денсаулық, әке-шешемнің барлығына сол. Күтемін барлығына сол. Тұрмысқа шыққыңыз келеді? Тұрмысқа осы көктемде шықтым. Жазда шығып кеттім. Көктемде, жазда шығып, сосын 26-да ана болғыңыз келе ме? Сразу сосын ма андай болған қалай аты? Егіз дейтін егіз хочу. Егіз болсаңыз керек. Сразу бірақ туасы и сосын отыр.